егер Азат сіздің оқушыңыз екен ескермесек, соны алып тастасақ, белбеуге кім бірінші жетеді деп ойлайсыз? Азат па, Асу ма? Мен Асу жетеді деп ойлаймын өз басым. Азаттың дисциплинасы құлады деп. Соның салдарынан ол жеңілді деп. Сол қаншалықты рас па? Азаттан біле алмайсың мен. Сізде тұрма ғой, мен өзімде оны нете алмайсың. Қазір жатқа жатқан жігіттердің арасында UFC-ге бір қадам жақын тұрған есімдер бар ма? Армысыздар достар, бүгін мен Дәнеш Түнгемаев мырзамен әңгімелесетін болам. Білгендерге еске сала кетейін, білмегендерге айтайын. Дәнеш ағай қазақ ММА-сына үлкен үлес қосқан тұлға. Triumph Fight клубының бас бапкері, иә? Қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет бізде. Шақырғандарыңызға рахмет айтамын. Сізге де рахмет, әйтеуір бұйырды ғой. Иә, қанша күн болды. Соға бірде сізде жұмыс шықты, бірде менде турнирі болды, басқа болды. Бүгінде жұмыстан келіп жатсыз ғой қазір, күнді Азатты жаттықтырып. Азаттың тренировкасынан шықтық қой, Азаттың тренировкасын жасадық. Қазір промоушен жақтан келдім ғой. Түсінуімше, сонда күнде жаттығасыздар, е? Бізде негізі күнде ғой тренировка, бірақ мен бой береді ғой, мысалы байеске. Сол уақытта жаңағы олардың процесі басқаша болады. 2 уақыт тренировка жасайды уже. Күніне? Иә, күніне 2 уақыт жасайды. Негізінде күнделікті тренировка бізде. Сенбі күні бізде кросс, жексенбі демалыс қой. Кросс болғанда жаңағы тауға барып жүгірген анау сол. Физически подготовка. Қазіргі оның күнтізбесі күніне 2 рет жаттығу. Иә. Сосын аптасына енді 1 рет демалатын шығар енді. Жексенбі демалып қаламын. Жалпы жаңағы келе жатқан жекпе-жегіне 21 күні болады ғой, да? 21 күні. Соған дайындығы қалай болып жатыр? Өзінің психологиялық жағынан қалай сезініп жүр? Негізі психология жағынан да, форма жағынан да жаман емес. Енді қатты өсені тренировка кішкене бір жетіспейтін нәрселер бар. Бірақ та енді уақыт тығыз болғаннан кейін бізге де аяқ астынан бой берді ғой. Негізінде Бекзатқа бой берген кезде бұл Бекзатпен бірге жаңағы бір шеттен көмектессін деп жібергенбіз ғой, Азатты Америкаға. Сол жақта жүріп жақсы тренировка жасайды да, бұл жерде сырып болған кезде бұл жаңағы неге Канадаға кетеді ғой. Канадаға барғанда 10 күн Бекзат салмақ қуады, бұл жерде Азат тренировка салып қалады. Соны келеді, келгеннен кейін где-то бір 4-5 күннен кейін бізге предложение келеді ғой. Осылай жаңағы Азат кімнің Улан Тагирдің жаңағы сопернигі шешіліп жатыр. Иә. Соған соперник іздеп жатырмыз, Азат қалай деп. Келістік біз. Сразу бірден келістік. Ол міндетті емес. Жай ғана ұсыныс қой, түсінесің. Иә, ұсыныс болды да, солай. Негізі японец болған ғой сопернигі. Бұл жаңағы даже бір қызығы Бекзат екеуі сол жақта дайындалып жүргенде, сол жақта японец именно сол неде залда японец дайындалып жүрген ғой. Жаңағы қарсыласы. Иә, қарсыласы кімнің, Уланның. Ол жерде жаңағы кімге Азат жаңағы кім болып шыққан ғой, Улан болып, соперник болып сөйтіп көмектесіп жүрген ғой. Сол жерде травма алған. Бірақ ол Азат кеткеннен кейін травма алған ғой. Соны біз келістік, бірден осы жерде енді қазір сразу біз балалар бар, тренері бар, 5-6 адам болып ақылдасып, бірден тренировочный процесс сыздық. Неге десеңіз, бұл жерде жаңағы бірден тауға кетіп қалуға, болмаса басқа жаққа Тайгер, Муайтайға кетіп қалғанға ондай ешқандай не жоқ. Осы жерде тренировочный, неге десеңіз, бір 3 апталық қана тренировка ғой бұл жерде. Иә. Соған ғана жаңағы алып келетініміз ғой. Средний темппен. Сосын сұрайын дегенім, сіздің оқушыңыз, мысалы енді Қазақстанда жүрген кезде сіз өзіңіз қадағалайсыз, иә, күн тәртібін. Иә. Не істеп жүр, қалай жүр деген сияқты. Ал шетелге шыққан кезде, мысалы, оқушыңыз Америкада болсын дейік. Сіз оның жаттығу процесін қалай қадағалайсыз? Уақытылы ұйықтап жүр ма деген сияқты? Жоқ, обязательно, ол міндетті түрде қадағалаймын ғой. Мысалы, Бекзат осы жол кетті, оның алдында Азат та кетіп жүрді. Басқа да мысалы Америка болмаса да осы жақын арадағы шетелдерге мысалы оқушыларым кетеді, бәрін қадағалап отырамын. Бірақ ана жердегі тренерлермен де тоже сөйлесіп. Мысалға осы Америкада болған кезде Нұрадин арқылы жаңағы сөйлесіп отырдық. Қанат мысалға тренермен де көмекшім бар. Ал сіздің көмекшіңіз? Иә, қасымда жүрген. Сол кісі туралы да сұрайын деген. Бағана көріп қалдым, ол кісі кім екен деп. Иә, көмекшім, бір шетінен ол кісі біраз нәрсе көрген ғой, біраз тренерский несі бар, нәтижесі бар жаңағы. Қол аяққа көбінесе сол кісі жұмыс жасайды. Бірақ енді өзінше нетпейді, бәрін ақылдасып істейміз екенбіз. Қандай болғанда да мысалға бір Бекзатқа мысалға бой берген кезде міндетті түрде Қанат екеуміз ақылдасып, қандай қай жерде қалай нагрузка беру жаңағы. Оның жетіспеген мен қосып беремін, мен жетіспегенді ол қоспа, сөйтіп ақылдасып шешеміз негізінде. Сосын Азаттың соңғы жекпе-жегі жайлы сөйлескім келіп отыр. Ол былтыр ақпан айында болған. 1,5 жыл өтті содан бері. Мен неге ондай сұрақ қойып отырмын жаңа? Ол жеңілген кезде мынандай бір сөз таралған, Азаттың дисциплинасы құлады деп. Соның салдарынан ол жеңілді деп. Сол қаншалықты рас? Иә, ол енді
толықтай айтса да болады. Енді Азаттың өзінің мінезі сондай да, ол анандай қалай деп айтсам болады, жаңағындай ақ көңілдігі де бар, жоқ деп айта алмайды. иә, жоқ деп айта алмайтын нелер де бар. Енді өзіне сабақ қой бір шетінен. Ол адам оны жаңағы сол нәрседен өтпейінше түсінбейді да ол. Ол бір шетінен жаңағы сол жерден өтті, қазір түсінді. Мысалы одан бері ұтылғаннан кейін мысалы оған да сабақ болды. Мысалы қаншалықты жаңағы біраз сборларға барып келді, тренировочный процестерін көбейтті, күшейтті, жаңағы минустарын қосты. Мысалы қазіргі Азат бір жылғы 2 жылғы Азаттан қарағанда басқа Азат та мысалы. Неге десеңіз, қазір Ұлан Тагировтан мысалға бір шетінен оған да бір жақсы нелер бар деп ойлаймын. Неге десеңіз, ол жаңағы 3-4 жыл бұрынғы тренировочный процестерін біледі. Мысалға Азаттар да Дагестанға барып келіп жүрді мысалға. Рөлін басқа деп айтсақ та болады қазір. Енді прям 100% Азат деп айта алмаймын. Бар. Бәрібір де жаңағы қосып сабақ алды дейсіз. Иә, сабақ алды. Ал жаңағы сол жеңілістен оралған кезде, елге оралған кезде ең алғашқы әңгімеңіз қандай болды? Азатпен ба? Иә. Иә, Азатпен келіп сөйлестік, енді бірден айттым. Өзіне деп түсіндірді? Иә, өзіне айттым. Енді Азат бұл жерде қандай болғанда да өзің ошибкаңды білесің, қандай екенін. Азат өзі сондай бала ғой, жаңағы сұрақ қойсаң жауап береді. Бір нәрсені өзі ашылып айтпайтын бала ол. Именно осы бізде қанша байыстырың ба, Азат өзі мінез сондай тұйық бала да. Тұйықты. Иә. Бірақ өзінің несін қателігін түсініп отыр ғой. Біледі. Осының бәрін ескере отырып, содан сабақ алып, осы жолғы дайындығы әлдеқайда жақсы дейсіз ғой. Жақсы. Біріншіден сол, екіншіден енді Джон Джонс мысалға берген несі сопернигі өте жаңағы мықты байыс болды негізінде. Мықты болғанда андай қалай десем болады, именно жаңағы Азатқа ыңғайсыз соперник та ол. Өзі болады ғой, бір стилда болады, мысалы ыңғайлы соперниктер кездеседі. Именно Азатқа ол неудобный соперник қой. Ол да бар мысалға. И тренировочный процестерді әлбетте ол. Осы туралы кішкене толығырақ ашып берсеңіз. Жаңағы Тагир Ұланбек. Иә. Азатқа қарағанда қандай артықшылықтары бар? Неудобный деп отырсыз ғой, қай жағынан? Және осал тұстары? Енді Ұлан Тагирдің ол жасы мысалға 30-дан асып кеткен байыз. Ол командасын білесіздер, қандай командада екен. Күрес жағынан енді мен барлығы біледі, мысалы күрес жағынан мықты екенін. 100% күрес жағынан мықты, грептік жағынан мықты. Мысалы алдыңғы бойларын көрсек, мысалға қанша любительский бойлар өткен. Өте опытный байыз ғой бұл. UFC-да да мысалға 4 бой ма 5 бой өткізіп тастады мысалға. Ұтқан нелердің бәрі жаңағы самбишімен ұтқан. Бұның бір минусы жаңағы қолға кішкене бір несі бар, чувствосы бар жаңағыда. Сол жерден ұтуға болады да бізге. Біз мысалға қазір тактиканы сол жағынан қойып жатырмыз. Енді күрес жағына келген кезде Азатқа қарағанда ол басым болып келеді. Қандай болғанда да мысалға. Арт жағынан болсын, бірақ стойкадан кішкене сол жағынан ұтамыз. Енді бұл жерде жаңағы техниканы, тактиканы қоямыз ғой, қандай болғанда да қойып сөйлесіп отырмыз. Ол жерде жалғыз мен ғана не қылмаймын, ол жерде ақылдасып, байыс балалар бар мысалға. Қазір Бекзаттың өзі мысалға біраз нәрсені біліп қалды. Бекзатпен де ақылдасамыз. Жаңа қанат тренер бар, басқа да тренерлер бар. Ақылдасып тактика қойып отырмыз. Бекзат демекші бір сториста, кімнің сторисынан екенін білмеймін. Азаттың ба, мүмкін Бекзаттың өзінің ба, я сіздікінен ба, білмеймін, біреудікінен көргем. Барлықтарыңыз жиналып алып, сол жерде осы келе жатқан жекпе-жекті талқылап жатқан екенсіздер. Сол жерде Бекзат бір кәдімгідей ақыл кеңесін айтып жатты Азатқа. Қателесуі мүмкін, бірақ десе де Азат кішкене қобалжып тұрған сияқты. Рас па? Азаттан біле алмайсың мен. Сіздер тұрмақ ол, мен өзімде оны нете алмайсың. Бірақ ол Азатты мен білем, ол сондай бойға шыққан кезде ол басқа болып шығады да ол. Бірақ оған настрой беру керек. Азат енді ол қанша жекпе-жегін өткізіп қасында келе жатырмын ғой. Азаттың қай жағынан не істеу керек екенін бәрін мен жатқа білемін. Оның бәрін талқылап енді айтып керек емес деп ойлаймын, бірақ мінез құлқын бәрін білемін ғой Азаттың. Дұрыс сөздерді таңдай аласыз. Қай жерден не айту керек, мысалы кейде болады ұрысу керек болады, кейде болады жаңағы ақырындап айту керек, сондай әр байыс әрқалай ғой. Иә, Азаттың өзінде бір жолы бар, сонымен. Тем более мына Бакуда болды, Бакуге виза алдым десек те болады. Сіз барасыз ғой өзіңіз? Иә, Бакуге барамын ғой. Бұйырса. Өзіңіз барасыз. Америкаға мысалы виза бермей жатыр ғой, неше тапсырдық, енді Бакуге барып қайтамыз. Команда болып барайын деп отырмыз, тем более. Иә, бір жерден оқыдым. Онда бір стористен көргем. Бекзат бар, қасымызда басқа да балалар бар, жаңағы Абай Жалал, тағы да 2-3 бала бар, сөйтіп команда болып 7-8 адам болып кетіп барамыз ғой. Бұйырсын енді, жақсы не берсін. Команда оның бәрі басқаша болады ғой енді. Бекзат демекші, Бекзатқа өткім келіп отыр.
Сула деген әріптесім бар ғой, Сула Нажгаец. Сол кісі бірнеше жылдан бері мынандай деп айтып жүр. Қазақ ММА-сында қазір өнер көрсетіп жүрген, UFC-де өнер көрсетіп жүрген қазақ спортшылардың ішінен ең бірінші болып белбеуді Қазақстанға алып келетін Бекзат деп отыр. Бір жағынан қарап тұрсан, Шавкат бір қадам жақын болып тұр ғой белбеуге. Бірақ десе де кімге? Бекзатқа қойып отыр. Естіп едің соны? Оны естімедім. Бірақ қаншалықты сөзінде жаны бар деп ойлайсың? Мен енді қандай болғанда да жақсы сөз ғой, жақсы сөз жақсы ырым дейді бізде. Мен әумин деп айтамын. Бірақ та мен жаңағы бап шабам, бақ шабама дейді ғой жаңағы. Бағы жанып тұрып, Алла тағала беріп тұрса, пойыз алып кетсе бәрімізге қуаныш қой. Ол менің ғана қуанышым емес, бүкіл елдің қуанышы деп ойлаймын. Бірақ енді мен өзім басым, мысалы Шавкат өте жақын тұр ғой. Шавкат өте жақын тұр. Мысалы мен Шавкатты байес ретінде мен өте жоғары байес деп танимын, мысалы бүкіл әлем бойындағы. Оның да мықты нелері көп қой Шавкаттың. Осы жекпе-жектен кейін бір сұхбатын көргем. Пресс-конференция болады ғой UFC-де. Сол кезде бір журналист кімге Бекзатқа сұрақ қойған. Нақты сұрақтың өзі есімде жоқ. Бірдеңе, екінші Шавкатсың деді. Сол кезде оның жауабы, мен екінші Шавкат емеспін, мен бірінші Бекзатпын деп. Сол жауабы жеке өзіме ұнады негізі. Өйткені сол жерде андай өзіншелік емес, тәкаппарлық емес, керісінше өзіндік дара тұлға ретінде көрсетіп отыр. Мінезім бар екен, мен біреудің көлеңкесінде жүргім келмейді, мен жеке дара өзім спортшымын деген сияқты. Сонысы қатты ұнап қалды. Сол адам ретінде Бекзат қандай? Бекзат адам ретінде өте қарапайым. Мен оны Бекзат енді қанша жасынан десем болды, оны 21 жасында ма, сол уақытта келді ғой маған. Қазіргі жасы ше? Қазір 28-29 ма? Біраз жыл болды. 10 жылға болып қалды ғой Бекзатпен жұмыс жасап жатқаныма. Бекзат дисциплинасы, пунктуальность жағынан, енді ол жағынан ешқандай не жоқ. Тура айтқаныңмен жүреді, аға деп, тура мен көп екеуміз ақылдасамыз ғой жаңағы. Тура мен көп ақылымды тыңдайды негізінде. Үйленетін кезде де өзі айтады ғой, кейін айтады, мен әке шешесінде жаңағы туысқандар бар, достар бар, өзінің жүріп жүрген қызы бар. Үйлену керек та жаңағы. Сол кезде айтқан ғой жаңағы, ағайыннан бір ауыз сұрайын, егер ағай үйлен десе үйленемін, үйленбе десе үйленбеймін. Бірақ ол ойлаған екен да, мен жаңағы сен жассың ғой, спорт қылмайсың ба, кішкене дәнеңді қойып ал, жаңағы біраз нәрсені жаса ғой, содан кейін үйленіп асықпа деп, үйленіп үлгересің деген сияқты айтасың деп сондай ойлаған екен да. Ол маған айтады, ағай мен үйленсем қалай қарайсың? Үй, давай үйлену керек деп мен бас саламын ғой жаңағы. Сөйтсе қызың бар ма деймін. Иә ағай, осы ауылдың адамдары әке шешеміз таниды, араласады, құраласады деген соң тем бол үйлену керек деп бірден үйлендіріп жүргенмін да. Сол енді былай айтыла кеткен нәрсе ғой. Жалпы негізі спорт жағынан да, тренировочный процестен Бекзат екеуміз өте көп не қыламыз, жаңағы тыңдайды ол мені. Өте тәртіпті жігіт дейсіз. Тәртіп жағынан қарағанда, жаңағы сый құрмет жағына, тәкаппарлық анау мынау деген жоқ. Кішірейетін жерінде кішірейеді. Жаңағы өзің орнын білетін бала ғой. Жалпы мен балалардың бәрінде ешқандай тәкаппарлық ондайға не жоқ бізде. Жалпы жаңағы адамгершілікке көп біз не етеміз. Оны сіздің стористеріңізден де байқадым. Көп нәрсе не етеміз. Оны стористен байқадым, иә. Азат деп ғой, кімнің? Бекзаттың UFC-де 2 жекпе-жегі ғана болды, иә? 2 жекпе-жегі. Біріншісі Умар Нурмагомедовпен, қателеспесем, Нурмагомедов еді ғой. Ол да қысқа мерзімде шыққан. Өте қысқа болды. Өте қысқа болғанымен, ол жерде де қазақ елін таңғалдырды деп ойлаймын. Иә. Ұтылғанымен өте жақсы көрсеткіш жасады. Кәдімгідей бірнеше рет құлатып деген сияқты өз қарсыласын. Сіз өзіңіз бапкер ретінде қалай бағаладыңыз ол жекпе-жекті? Мен ол жерде мен Бекзаттың жаңағы состояниесін білемін ғой, қалай кеткенін білемін. Мысалы осы жерде біз жүрдік, тренировкаға болып бір-ақ рет ғана келіп жүрді, ет толық жасай алмай жүрді. Қолында мына саусағында соның алдындағы жекпе-жегінде қолын сындырып алған. Қолын сындырып алып, сол жерін орнына салдырып, гипспен жүріп, гипсін шешіп тастағанына бір жарым ай, 2 ай ма сондай болған. Ето келіп тренировканы жай ғана жасап, қатты гурша да соға алмай, спарринг те жасай алмай жүрген кезде, тура 1 айға қалған кезде осылай предложение келді ғой бізге. Бірден оны Бекзатқа айтам, Бекзат бірден қабылдайды. Нұрайдың маған айтады, мен де қабылдаймын, Бекзатпен сөйлесейін, сонда бір ауыз сөзін тыңдайын дейміз. Бекзатқа айтамын, Бекзат ойбай мен шығамын деп сразу келісті. Нетіңіз, келсіңіз деді. Бел буып дейсіз. Иә, келсіңіз деді. Потому что кім екенін де біліп тұр. Бірақ барған кездегі бойына мен шын айтсам өз басым бапкер ретінде мен енді бірінші раунд, екінші раундта сондай бір енді күресетін бала болғаннан кейін жаңағы түсіп қалама деген сондай бір ойлар да келді негізінде. Бірақ енді 3 раунд төбелесіп берген кезде мен өз басым мысалға бапкер ретінде мен өзім риза болдым.
ұтылып қалған емес, ол жерде зрелищный бүкіл ел мысалы бәрін көріп тұр ғой. Иә, Енді осы жоғары жолғы бағалады. мысалы екінші дайындығына мысалға өте керемет дайындықпен барды ғой. Мына жерде де дайындалып жүрдік. Содан кейін Америкаға уже 2,5 ай ма сол уақытта мысалы сол жақта жүріп полный тренировочный несін базасын сұрап өткізді ғой. Дайын болып барды. Иә, жақсы, шынымен де дайындығы жақсы болды. Не осы жолы енді дайындығында ешқандай не жоқ болды. Ендігі көшетін спортшы Аян Тұрсын. Мгм. Бағана сізге сұхбаттан бұрын сұрап едім ғой, Иә. Аяннан басқа тағы қыздар бар ма деп. Жалпы ер балалармен жұмыс істеу ол бір бөлек нәрсе, Мгм. бөлек подход қой енді. Иә. Қыздармен бөлек. Қайсысымен жұмыс істеу қиынырақ сіз үшін? Қызбен қиындау ғой. Мен өз басым мысалы қыз баламен вообще жұмыс жасап көрмегенмін ғой. Енді осы Аян Тұрсын осы келді, 2 жылдың шамасында, 2 жылдан аса уақыт келді ғой. Оның алдында Мамырәлі Нұрлан ағайымыз да болды. Иә. Сол кісіден келді. Енді келген себебі де жаңа бір өзіне ыңғайлы, енді спортшы болған соң ыңғайлы жағын іздейді ғой жаңағы. Иә. Сол Аян Тұрсын өзі келіп алдынан өтіп жаңағы солай келді. Соң бір шетінен келген себебі де жаңағы Бекзат, жаңа бізде кім бар, Жаслан, Руслан деген егіз балалар бар, жаңа жекпе-жекте жүрген, қазір результат жақсы көрсетіп жүрген балалар. Солармен бірге бастан уже 10 жыл бұрын бұлар бірге араласады да, бұлар жекпе-жектен, любительскіден, ММА-дан, любительскіден келетін адамдар ғой. Енді кім қай жерде тренировка жасап жатыр деген сияқты. Сөйтіп бұлар ақылдасып өздері келген ғой. Келген кезде мен енді ол жерден отказ бере алған жоқпын. Неге десеңіз енді тем более результат көрсетіп жүрген қыз. Бірақ мен қандай болғанда да мен айттым, мен тренермен өзім бапкермен шешіп кел дегенде бәрін шешіп түгел дұрыс болсын деп. дұрыстап келдім деді. Сол бетен көзге түскенде не болмайды. Иә. Сол келген кезде келіп дайындалып жүр. Енді қазір енді бір прямо индивидуальный Аянмен дайындық жасап жатқан неміз жоқ. Бірақ енді общий жаңағы жарыс болған кезде жаңағы соперниктерін қараймыз, Аянның өзінің ошибкасына жұмыс жасаймыз. Аян тек қана біздің залда емес, басқа залдарға да барып отырады, мысалы арасында Эдуардқа да барып отырады. Бірақ негізгі бапкерсіз. Иә, мен бүкіл бәрін контроль жасап не аламын. Аянның соңғы жекпе-жегі туралы да сөз еткенге отырсыз, оны өзіңіз де көрген шығарсыз. Иә. Кішкене даулы жекпе-жек болды негізі. Шешім жағынан Аян өзі келіспеді, бірақ сіздің ойыңызша бұл жекпе-жек қалай өтті? Енді менің ойымша жаңа бұл жерде біздің ең бірінші менде мысалға бапкер болғаннан кейін мен жаңағы ойбай мен Бекзат сияқты оқушым бар, Азат сияқты оқушым бар, мен жаңағы білем бәрін деп ойда ешқандай ондай айта алмаймын. Неге мен өзім үйренушімін деп айтамын. Қанша қателерім бар, мысалға қателіктерім бар. Каждый боецтеріміз бойға шыққанда бір жерде ұтады, бір жерде ұтылады. Ұтқанның өзінде де мысалға ошибкаларымды іздей бастаймын. Қателіктерім қай жерде қандай қателік жібердім деп. Сондықтан мен Аян Тұрсынға да мысалы осы қызбен дайындалған кезде ең бірінші қателік, мысалы оның сопернигі жаңа кім еді атам? Фарида. Иә, Фарида. Бұның алдындағы бойларын жекпе-жектен көрдік қой біз. Бірден көрген кезде мен енді күреспен жаңағы кімді Аянды алып қойды деп ойлаймын. Бірақ Аянның көсінде мысалы мен өзім әлі де қарым тоймайды деп айтамыз ғой, жаңағы әлі де көп қателіктер бар көз жағынан келгенде. Бірақ маған келген кезде бұл вообще ноль болып келген негізі көсін. Қазір мен күресін қойған дегеннің өзінде әлі де жетіспеушіліктер бар. Сол кезде Фариданың бойын көрген кезде бұрынғы Фариданы көргенбіз ғой біз. Бұрынғы Фариданы көргенбіз, қай жағы не бар. Бұл кейін уже информация алсам, бұл уже 2-3 ай бұрын Таиландта болған, ана жерде сборда болған, мына жерде тауға физика жұмсап, уже келген кезде мысалға мен Фариданың бойын кейін мысалға Аян екен бойы бітті ғой, біткеннен кейін де бірнеше рет сарапсап көрдім. Енді уровень енді өте жоғары кетіп қалған ғой Фариданың. Мен даже мына жерден айтатын едім, енді Аян енді өзіміздің оқушым болса да, мен даже Фаридаға мен бір 100% күшін салмадым ма деп ойлаймын. 70-80% жұмыс жасадым екен деп. Біраз нәрсесін қоспаған сияқты. Неге десеңіз, бұның алдында мен білемді бұның қаншалықты біраз техникаларын білетін, аяқпен жұмыс жасайтын нәрселер бар еді. Мысалы, Аянмен жасағанда бұл аяқпен көп вообще қолданған жоқ. Тек қана жаңағы основной өзіне керек нәрселерін қолданды. Толыққанды күш салмады дейсіз ғой. Сөйтіп ойлаймын енді өз басым, қаншалықты екенін білмеймін. Пікірімді өз басым. Бірақ төрешілердің шешім бойынша Фаридаға берді. Енді бұл жерде біз қандай болғанда да өзіміздің оқушымызға әрине жүрегіміз тартып тұрады ғой, басымыз қисайтып тұрмыз. Бірақ енді шешушілермен келісемін. Келісесіз. Иә, шешушілер енді бәрін қарайды. Неге десең, біз өзіміздің оқушы болғаннан кейін тек қана соның ударын, соның жасағандарын көріп отырамыз да, ананікін көрмейміз. Біраз нәрсені көрмей қаламыз. Сондықтан да шешушілердің несіне келісемін, қалай болғанда да. Келесі жекпе-жек қашан болмақ? Аянда ма? Әлде
енді қазір осы жақында ғана 2-3 күн бұрын тоже приложениелер келген. Қазір енді ол Аян Тосын қазір неде ғой, әлем чемпионатына кеткен ғой, кеше 2-ші орын алып келді, уже келді ғой деймін осында. Уже келіп алған болды 2-3 күн болды. Қазір өзімен тағы да кездесеміз ғой, 2-3 күнде келетін шығар залға. Залға келсе тағы да ақылдасамыз. Негізі бір приложениелер бар. Ал шетелдік лигалардан ұсыныс жоқ па әзірге? Иә, ұсыныстар болып жатыр. Соны қазір ойластырып отырмыз. Жақсы жаңалық күтеміз. Не де болса. Мен сізден тағы да бір спортшы жайлы сұрағым келіп отыр, бірақ ол сіздің оқушыңыз емес. Асу Алмабаев. Енді қалай дегенмен олар Азат екеуі бір салмақ категориясында өнер көрсетеді ғой. Бірнеше жекпе-жектерін талқылайық жалпы. Манель Капемен өткен жекпе-жек жайлы не дер едіңіз? Ол да қысқа мерзімде қабылдады ғой бұл нені? Жекпе-жекті. Кішкене ауырлау болды. Иә, ауырлау болды. Мен бұл жерден Асудың өз басымен енді былай пікірлесіп неған жоқпын. Неге десеңіз, ана үлкен спортта жүргеннен кейін спорттың әркімнің түрлі жағдайы болады ғой. Біреуінде жаңағы отбасылық жағдай болуы мүмкін, біреуінде тренировочный процесс кезінде ауырып қалуы мүмкін, кейбіреулер жаңағы ауырып қалып мүмкін снимать етіліп кетуі де мүмкін мысалы. Мүмкін ол жаңағы соған бола, мысалы мен өз басымнан өткенде балалардан болды. Прям 2 ай бұрын 3 ай бұрын бойды октагонда келісіп қоямыз ғой. Келісіп қойғаннан кейін мысалы тура 1 ай қалған кезде аяқ астынан травма алуы мүмкін. Болмаса ауырып қалады. Бірақ шықпай қоятын жағдайларда мысалға енді қанша не қылдым тәуекел деп келісіп шыға салайын деген сияқты нәрселер болды. Енді Асудың мысалы қандай неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Бірақ мен ең соңғы Манель Капемен төбелескенде Манель Капені білемін, ол қаншалықты мықты бәйіс екенін. Бірақ мен Асудың жаңағы сол жекпе-жегіне қарым тойған жоқ, шын айтсам. Енді бір көп нәрсені қолданған жоқ та ол жерде. Мен өзім ойлаймын, формасы дұрыс болмады ма дейін десем, бүкіл историясын Инстаграм қарасам, постоянно базада жүрген нелерін көрдім. Бірақ мүмкін енді кейін сөйлесе алмадым. Қандай да бір жағдай болған шығар, мүмкін енді ошибкалар жіберді ме екен, мүмкін енді. Қандай болғанда да оған плюс деп ойлаймын енді. Ары қарай жаңағы бір негілген соң өзінің ошибкасына жұмыс жасайды ғой ары қарай. Толыққанды жұмыс істеген жоқ дейсіз ғой сонда ол жерде? Жоқ, тренировочный процесстер қалай болғанда да жақсы болды деп ойлаймын, бірақ енді өзінде бір нелер болған шығар деп ойлаймын да бір. Қандай да бір себептер болды дейсіз ғой? Себептер болған шығар деп ойлаймын. Әйтпесе мен Асуды мен қаншалықты білемін, ол өте еңбекқор бала ғой. Қашан историясын қалсаң да қай жерде не жүр, басы да істейтін бала мысалға. Келісемін. Иә, ол. Келісемін. Оның келе жатқан жекпе-жегі ол да Құдай қаласа осы жақында болады. Мен Рамазан Теміров. Қиын жекпе-жек болайын деп тұр. Қазақ еліне де, кімдерге де енді. Сол жекпе-жекті қалай бағалайсыз? Кім ұтады деп ойлайсыз? Иә, ол жекпе-жекте мен 70% кімге қоямын? Асу Алмабаевқа қоямын. Неге десеңіз, Асу кімнің мысалға Теміров Рамазанды мен оны да мен бастан білемін. Теміров Рамазан неде Өзбекстанда бір лига бар ғой, немене лига, бірдеңе лига деген шығып жүрді ғой. Қазір де болып жатыр ғой. Сол жерге барған кезде, осыдан 7-8 жыл барған кезде, сол кезде бой вечерға Темір Рамазан төбелескен болатын біреумен. Төбелесіп, сол жерде чемпион болған. Сол кезде 57 салмаққа төбелесті. Сол кезде қарап отырдым да, ол бойды қараған себебім осы 57-лерді көремін да, осыдан қай чемпион болса, менде де 57-дің балалар бар ғой. Азаттар, мысалға солармен кездесетін бала деп. Қарадым да, мен бірден сол кезде өзім балаларыма айтқан едім, мен керемет жекпе-жек көрдім, бір өзбек баланы көріп қайттым. Мынау негізі UFC-ға шығатын бала екен, білмеймін мен қаншалықты менікі не деді екен, бірақ UFC-ға кетеді осы бала. Болашағы бар бала екен деп. Сол кезде 7-8 жылдан айтып кеткем. Бірақ мен ол кезде менің балаларым да UFC-да жоқ, ешкімде жоқ. Бірақ Азаттарға айтқам, Бекзаттарға да енді осы баламен кездесулерім мүмкін, может UFC-де болмаса да осы жерде кездесесіңдер деп. Сондықтан да мен бірақ оның қазіргі осы кейінгі жекпе-жектерінде неттім ғой, жаңа Рамазан Теміровтің бойларын көрдім. Бұл жерден кім Асу Алмабаев кімге қарағанда жаңағы несі көп, опыты көп. Асу Алмабаевты мен білемін, мысалы қанша любительскіден жекпе-жек өткізді. Мысалы кейінгі осы мықтылармен төбелескен UFC-да мысалға. Қанша осы жерде мысалы NFC-да қанша бойлар жасады, мықты-мықтылармен шығады. Опыт жағынан енді Асу жағынан басым келіп тұр, және көш жағынан ұтып кетуі мүмкін. И функционалдық жағы мысалға Асуда, анада да бар екен, бірақ Асудікі басым болып тұр. Енді Асу басын істетіп, нететін болса, грамотно ұтып алады негізі. Жақсы, түсіндік. Егер Азат сіздің оқушыңыз екен ескермесек, соны алып тастасақ, белбеуге кім бірінші жетеді деп ойлайсыз? Азат па, Асу ма? Мен Асу жетеді деп ойлаймын өз басым. Асу жетеді деп ойлайсыз? Енді Азаттың қандай да мен өзім оқушым ғой, бірақ енді Асуды қаншалықты мен білемін да, еңбекқор несін, бірақ Асу жетеді деп ойлаймын. Басында, ең басында да айтып ойлайтынмын. Осы ұтылмай тұрды ғой Манель Капеге. Сол кезде де Асу
неге десеңіз ол топ 15-те жүрген бала ғой. Иә. Азатқа да осы UFC-ға кіру жағынан да бағы жанып UFC-ға кірді, мысалға 2 бойын жекпе-жегін өткізді, біреуін ұтты, біреуін ұтылды. Кейінгі жекпе-жегіне мысалы тоже осы Абу-Дабиде төбелесуіміз керек болған, травма алып қалды. Енді қазір Азатқа мысалға бір плюстары бар, енді соны жаңа қосып, минустары, соны қосып жұмыс жасайтын болса, енді Азатқа да үлкен жетістікке жетіп кететін жолдар бар. Оны Азат өзі біледі, оны бізде де білеміз, балалар да біледі, жақсы. Ашығынан сөйлесеміз дейсіз ғой. Онымен қоса сіздің залыңызда кімдер? Тимур Серікұлы жүрген екен, соны байқадым. Сосын Еламан Шертаев. Білмеймін, сізбен жаңағы сіз оларға көмектестіңіз ба, жоқ па, бірақ залыңызда жүрген. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Соларды сұрайын дегенім, екеуі де найза белбеуіне үміткер, әрқайсысы өз салмақ категориясында. Сол жігіттер жайлы не айтар едіңіз? Тимур мысалға қазір сборда жоқ, осы неде Семейде болатын жекпе-жекке дайындалып жатыр ғой. Дагестанға, оның алдын Осетияда бір ай сборға болды. Сол сборға кететін кезде де менімен ақылдасқан. Енді Тимурдың келгенде осы 1 жыл болған жоқ қой. Жақында ол алдында тартимда жүріп, сөйтіп енді өздерінің арасында оны толықтай мен сұрап андай неған жоқпын, әйтеуір өз арасында келді, залға келген кезде. Тимур ағай осылай сіздің залдан келіп дайындалсам қалай дейді. Мен кел дедім, ешқандай не жоқ, есік ашық, қолынан келгенше көмектесетін. Бірақ бірден біз Тимур екеуміз тіл табысып кеттік. Ол да мені түсінді, мен де оны түсіндім. Екеуміздің сөзіміз де жарасты. Ол да мен мысалға айтқанмен, енді екеуміз бірден тіл табыстық. Кейінгі жекпе-жегінде мысалға кореспен төбелесті ғой. Сол кезде де осы жерде өзіміздің залда дайындалып барған еді. Осы өзіміз залдан дайындалды, сол кезде де маған да айтқан еді, аға енді бірінші рет маған секундат болып келіңіз аға да, міндетті түрде деп, сол жерге барып Семейде өзім секундат етіп қайтқан болатын. Осыдан кейін келді, келгеннен жаңағы Саралпаппен уже келісті ғой. Иә. Келісіп қойды, оның да бойларын толық жаңа қарап, қай жерден қандай жұмыс жасау керек, осы сборға кететін кезде де ақылдасып Осетияға кетті сборға. Постоянно видеоны осы кешегі күнге дейін біз сөйлесіп тұрамыз. Осы қазір соңғы тренировочный процесін жаңағы Дагестанда өткізіп жатыр. Енді қайтқанда бір Алматы емес, прямо жаңағы Семейге кетеді. Семейде салмағын қуып сол жақтан да. Тимурмен де постоянно видеомен сөйлесіп тұрамын. Тренировочный процестерін сұраймын, қандай нелер жасап жатыр. Енді кім Саралапов екеуі белбеуге шығады ғой. Соны қайсысы белбеу иегері атанады деп ойлайсыз? Мен әлбетте Тимурға жаңағы жетеді деп қандай болғанда да соны қолдаймын ғой. Бірақ енді Саралпов оңай байыс емес, ол мысалы қаншалықты не. Бір несі енді ол жерде салмақ жасап, қаншалықты мен білемін, Саралпов салмақ жасағаннан қиналады. Мен де жаңағы айтып жатырмын, Тимурға салмағын жасауға тырысу керек. Саралповқа. Егер салмағын тура орындай өзінің салмағын жасап бойға шығатын болса, енді Тимур дайындыққа өте мықты қазір уақытта. Осы жекпе-жекте енді функционалдық мен опыт жағынан да мықты ғой, қанша не алып отыр. Кім ше, Еламан ше? Еламан Шертаев жақсы, ол да, оның да өзінің несі бар ғой, қаншалықты амбициясы бар. Иә, өзінің бойға шыққанда да Еламанда да бір өзгерістер болады негізі. Тренировкада басқа, бойға шыққанда да жақсы нәрселер көрсетеді негізі. Бұның барлығын неге сізден сұрап отырмын, өз оқушыларыңызға қатысты емес нәрселерді де, өйткені сіз бағана өзімде сұрап өттім ғой, 90 жылдардан бастап ММА саласында жүрсіз. Өзіңіздің рекордыңыз официальный рекорд 82-0 қателеспесем. Бірақ соның ішінде тек қана ММА емес, басқа спорт түрінің рекорды енді ма, сондай бірдеңе болды ғой, иә? Қалай дейсіз? 82-0 рекордыңыз. Бір жеңіліс бар. Ох ты, оны көрмеппін. 82, бүкіл жерде 82-0 деп отыр. Әйеліме жеңіп қалдым. Ондай жеңіліс па? Жақсы. Сұрағымды да ұмытып қалдым ғой. Жоқ, 82-нің ішіндегі 82 деген санның ішінде тек қана ММА-ның рекорды емес, басқа да спорт түрінің рекорды бар екен деп естігем. Негізі таза жекпе-жекке шыққан 48 жекпе-жегім бар. Осы тура осы неге 8 бұрышқа дейді ғой, 8 ойынға шығып төбелескен бойларым бар, 48 бойым бар. Қалған жекпе-жектер енді жаңағы біз Асқат Ерболат деген Бушидода есіңізде болады. Жауып қалды ғой. Асқат Ерболат мен ол бала кезден бірге оқығанбыз, досым десем де болады. Ол кісінің де біраз нәрсеге көмектескен маған спортта жүрген кезде. Сол уақыттарда жаңағы
97-98 жылдар сондай бір уақыттар болды да 2000 жылға дейін. Жаңағы біреудің телеқайнатымен төбелесе салу, болмаса жаңағы кикбоксинг болды, жаңағы рукопашный бойлар болды, мысалы көп, мысалы қатыса беретін мен ше. Қандай жарыс болды қатыса беретін. Кейіннен бізде 2005 жылы біз Кореяға неге жарысқа баратын болдық, осы ММА-дан. Ең соңғы рет шыққан жарысым ғой менің. Сояққа баратын кезде жаңағы рекорд жазу керек болды, сонымен менен сұраған жоқ оны. Жаңағы кімнен Асқаттан сұраған, Асқат менің анкетамды толтырғанда 82 жекпе-жек жасаған ғой. Негізі 48 жекпе-жек өткізген. Соң ар жағындағы жекпе-жекте мен қайдан десем, Дәнеш мен сені білем ғой, қанша жекпе-жек өткіздің, жаңағы таможняда жүріп қанша төбелестің, анда төбелестің, мында төбелестің. Былай жүрген төбелестер бәрін қосып қойған. Бүкіл бәрін қосқанда 82 жекпе-жек жазып қойған ғой жаңағы. Сонымен 82 болып кеттік. Енді болды, не болса да енді. Мен деген негізі жалпы таза жаңағы жекпе-жекпен 48 жекпе-жек. 48-де 1 дейсіз ғой. 48. Сол кездегі ММА қазіргі ММАға қарағанда қаншалықты өзгерді? Қай кезде қиын болды? Сіздің кезіңізде ме әлде қазір ме? Енді оны мен мысалға қазіргі уақытта өте қатты дамып кеткен ғой. Қазір салмақпен бір мысалға 61 килограмм болса, 61 килограммның екі байесінің өзі мысалға мықты жекпе-жек жасайтын болса, жаңағы күрес жағынан да, қол аяқ жағынан да мысалы 5 раундтық мықты жекпе-жек өтеді, техника жағынан. Мысалға мен кейін осы бапкер болып жұмыс жасап жүріп, мысалға өз басым жаңағы треугольник дейді, жаңағы одан да басқа жаңағы тәсілдерді мысалға кейін бапкер болып жүріп үйрендім мысалға. Мен өзім жекпе-жекке шығып жүріп, мысалға ондай тәсілдерді мысалға білген жоқпын. Біздің уақытта мысалға бір несі мысалға ол кәдімгідей ережесіз болған, иә, сіздің? Ережесіз болатын ғой, ол кезде жаңағы қолымызға чіңгір кимейтінбіз. Тағы да қандай нелер болады жаңағы. Ол жерде жаңағы бандаж тексеретін, капы тексеретін болды. Содан кейін жаңағы чүйдеден соға беру, баспен соғу, шынтақпен жерде жатса баспен теу беру, жаңағы бәрі бар болатын бізде. Содан бір-ақ раунд болатын бізде. 30 минут бір раунд болатын. Бір раундтың ішінде жаңағы 15 минут төбелесесің ба, жатасың ба, тұрасың, ол жерде тұрғызу деген нәрсе жоқ. Кіргізіп тастайды. Кейін барып енді өзгерді бастады ғой, жылдан жылға жаңағы өзгерді. Кейін мен уже 5-6 рет жекпе-жекке шығып, мысалға 2001-2002 жылдары мысалға несі правилалар өзгерді ғой. 5 минуттан 5 раунд жасады. Жоқ, 10 минуттан 3 раунд жасады. Кейін бар 5 минуттан 5 раунд жасады. Солай. Солай. Кейін 5 минуттан 3 раунд жасалды. Кейін шіңгірлік кигізе бастады жаңағы қолға. Сөйтіп уже правилалар өзгерді ғой. Сосын салмақ кезінде 60-қа дейін, 70-ке дейін деген сияқты бірдеңе болды, е? Жоқ, ол мен төбелесіп жүрген кезде 75-ке дейін, 75-тен жоғары 2 салмақ болатын. Солай болатын. Кейін айттым ғой, жаңағы 2-3 жекпе-жек өткіздім, осы жерде Қырғызстанға барған кезде, мысалы ол жерде 4 салмақ болатын. 70-ке дейін, 80-ге дейін, 90-ға дейін, 90-дан плюс болатын ол жерде. Қырғызстанда мен осы 2-3 жекпе-жек тоже өткіздім, сондай болатын. Ал жалпы осы ММА әлеміне қалай келдіңіз? Неге сол төбелеске келдіңіз деп естіп тұрайыншы. Негізі мен өзім еркін күреспен айналысқан. Бала кезден еркін күреспен күрескен. Мәуле Мамыров деген ең бірінші бізге Қазақстанға жаңағы призер олимпийский медальді алып келген кісі. Сол кісімен мен бауыры болып, елдес болып, сол кісінің қолында тәрбие алдым. Еркін күрестен мысалы әскерге кетпей тұрып, мен спорт шеберіне атандым. Кейін военкоматқа барған кезде олар мен мастерскойымды көріп, спорт шебер екенін біліп, мен ССК-ға спорт ордаға жібереді. Мен бірден осы жаққа служить етемін әскерде. Сатпаева неде, формулада білесіздер, ол жерде. Қазірде бар ғой. Сол жерде служить етіп, әскерімді бітіремін. Әскерді бітіргеннен сол 94-те бітірдім ғой, күз айында бітірдім. Сосын бітіргеннен кейін сол өзі 94, 95, 2000 жылға дейін сондай уақыттар болды жаңағы. Не бір дұрыс жұмыс жоқ, бандитизм уақыттар болды, рекетизмдар болды, мысалы ана жаққа бір орынып, басымыз мына қылып. Сонымен не керек, әлі сол күні есімде, жаңағы осы Абай даңғылымен жаңағы Ленин Абайдан троллейбусқа отырамын. Ол кезде пробка жоқ, не жоқ, троллейбусқа отырып, жаңағы келе жатсам, тура балуаншаптан өтіп барған кезде, негізі Әуезовға кетіп баратын, Әуезова квартираға кетіп баратын балаларға. Қарасам не жазылып тұр? Афиша жазылып тұр. Үлкен афиша, универсальный байес дейді. Секіріп түсіп қалам да, жаңағындай телефон номерін бәрін жазып қойған. Телефонын бірден жазып алам да, звондайын десем өзім орысша дұрыс сөйлесем жаңағы. Соның өзінің жаңағы Мәулен Мамыровтың туған ағасы бар, Сәкен деген ағамыз, сол кісінің қолында да жүретін көп. Сол кісіге звондаймын, айтамын, осындай универсальный бой деген не бар екен, осыны төбелес екен, соны сөйлеспекші маған деймін ғой. Сөйлесіп беріңіз, мен соған шығайын көрейін деп. Сонымен онда үйге келіп бірге сөйлесеміз дейді. Сонымен бірінші Алматыға барамын.
бірден сол жерден звондайды жаңағы кімге осы универсальный байясын жаңағы организаторына орыс жігіттер алады. Сосын келіңдер дейді, осындай күні келіңдер, салмағын өлшейміз анау. Тура балуан чолақта, тура бірінші жаңағы біз қазір бой жекпе-жек өтіп жатырмыз ғой. Иә. Тура сол жерде салмақ өтіп жатыр расымен. Ол жерде жаңағы бір күнде 4 жекпе-жек өткізу керекпіз. Иә. Сонда 16 байыстар келеді. Бірақ әртүрлі жаңа салмақ келеді. 70 килограмм, 75 килограммға дейін, 75-тен жоғары 2 салмақ нені өткізіп жатыр. Бірақ салмақ жоқ дегенде 67, 68 болмаса ең енді минимальный жаңағы 65-тен 75-дің ортасы болу керек екен. Өзің тәртібі. 65-75. Мысалы салмағың 66 ма жазыласың. 76 болса үлкен салмаққа кетесің. Сосын келем салмағымды өлшеймін, салмағым 61 килограмм. Ух ты. 4 килограмм жетпейді. Не де вес. Кіргізбейді мені. Кәдімгідей кіргізбейді, салмағың жетпейді саған. Никак. Сен мына жерде травма болып қазір 75-80 килограмм балалар салмақ көп келеді, 75 килограмм болып төгілседі. Саған удар жасайтын болса, сен болды ғой сол жерде. Не боласың, қанша біз соған жауапкершілікпіз деп. Бұлай сөйлесеміз кіргізбейді. Сен Дәулет Тұрлыханның ағамыздың Бақтияр деген досы болатын. Сол жерде сол кісімен кездесіп қаламыз. Соны осындай болса не істейміз дейді. Кімге Сәкенге айтады, $100 бар ма дейді, короче. $100 беріп, ананы шақырып алып. Білмеймін, осы проблема $100 шешілді ғой. Кіргізді. Сөйтіп кіреді, біз өзіміз жауапкершілікті аламыз дейді. Сонымен ең бірінші жекпе-жегім сол болды. Қорықпайсыз ғой, арада 10 кило салмақ қой. Сөйтіп кірдім, 4 бой өткіземін, 4 бойдың бәрін ұтып шығамын ғой. Аха. 4-ені ұтып шығамын, сонымен кейін ана жердің организаторы шок болады, короче, бәрі таңғалады. Ол жерде бірден жаңа, сол кезде сондай уақыт болатын. Бой бітті, біткеннен кейін шығамын, жаңа кабинетіне кіремін. Ол кезде есімде жоқ, жерде бір кабинет болатын. Кірсем жаңа организатор жігілек пакетпен жаңа ақшаны дайындап қойған. Ол кезде $3000 мен $3000 ақша еді. Ол кезде ол кәдімгідей ақша ғой. Ол кезде кәдімгідей ақша болатын. Айнабақтан, Ақсайдан мысалы бір квартира сатып алатын елер болатын ол кезде. Сондай ақша болатын. Бірден алам, бір пакет ақша есімде көтеріп шығам. Қасымдағы ағаларыма беріп жаңа сөйтіп ақшамен шығып кетеміз. Сонымен келесі жолы 3 ай сайын болды ғой жақсы сол кезде. Каждый 3 ай сайын жақсы болды. Осы жерде мен 4 рет қатыстым ғой. Уже олар мені звондайды. Әнес осындай болса жақсы өткізіп жатырсың, не істейсің, шығасың ба, шығатын болсаң жазып қоямын дейді болды. Мен келіп салмағымды өлшеп, жаңағы не қылмаймын. Болды шығамын десем болды, олар жазып қояды болды. Білет потому что салмағым жетіспейтін. Сөйтіп осы жерде 4 рет ұттым ғой. 3 ай сайын өтті, жаңағы 4 жекпе-жек өткіздім, сол кезде 4 бойдан 16 жекпе-жек өткізіп тастадым ғой мен өзімізде. Кейін уже Қырғызстанға бара бастадым. Соңғы жекпе-жегіңіз 2005-те болған, иә? 2005-те болды. Ол кезде жасыңыз нешеде? 2005-те нешеде болды? Мен уже үйленіп алған кезім ғой кезде. 2005-те неше болдым. Сол неден кейін, мансабыңызды аяқтағаннан кейін бірден бапкерлікке кеттіңіз. Иә, бірден бапкерлікке кеттім. Бапкерлік мен ол кезде тиіп қашып жүрдім да, кейін толық қатарынан ұстап па? Иә. Енді былай біресе анда жұмысқа кетіп, мұнда былай сөйтіп жүрдім. Бірақ спортты қойып кеттім ол кезде. Не үшін қойғанда полный толық қойған жоқпын, жекпе-жек жоқ, уже қанша нелер болды. Оның үстіне бойға шыға бергенде оңай болған жоқ та, жаңағы қазіргі уақытта мысалы балаларда спонсор бар, ай сайын жаңағы оклад келіп тұрады деген сияқты нәрсе бар ғой мысалы. Мықты спортсмендер мысалы Алсу болсын, Шавқат, Бекзат болсын, қайсы бірін алсаң да ай сайын зарплата болмаса полный спортты алып жүру қиын ғой. Менде тура сондай уақыт болды ғой. Не жұмыс жасау керек, не спортқа кету. Спортқа кетсең ешқандай не жоқ бұл жерде. Зарплата да жоқ, ешқандай көмек жоқ болды. Сонымен жаңағы спорт тастауға мәжбүр болдым. Сонда да жаңағы арасында спортқа келіп кетіп жүрдім, жұмыс жасап жүрдім деген сияқты. Сөйтіп бапкерлікке өттіңіз. Иә, соның бапкерлікті арасында жасап жүрдім да, кейін толық бапкерлікке 2015-те кірістім ғой. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Мен енді қазіргі уақытқа дейін білмеймін, өзімді қаншалықты дәрежеде жаңағы мықты бапкермін, тәжірибелімін деп айта алмаймын.
бірақ мен жалпы негізі балаларға жаңағы спортта болмаса да жаңағы осы дүниеде бір өздерінің орнын тапса екен деп соны не қыламын. Мысалы балаларға көп жаңағы айтамын, оқыңдар деп айтамын. Мысалы ең бірінші нәрсе оқуларын не қыламын. Мысалы осы UFC-да шетелге шығып жүрген балалар бар, шықпай жүрген балалар бар, бәрін айтатын жаңағы ағылшынша үйреніңдер деймін. Неге үйренбесіңдер? Уақыт табыңдар. Менің уақытым мысалы сендер сияқты уақытым болса, мен қазір ең бірінші оқуға мән беретін едім. Егер сен білімге қай жағынан болса да білімге бірінші жаңағы орын қою керек қой. Қазір мысалы Бекзат ағылшынша уже оқып жүр, мысалы басқа да оқуларын нетіп жатыр, тиянақтап жатыр. Басқа да оқушыларым сол көбінесе соған мән беремін. Бекзат жараған екен. Жан-жақты сөзіңізді тыңдайды, жан-жақты өз-өзін дамытып жатыр. Иә, дамытып жатқанда сөз жоқ. Сіздің сөзіңіз арқылы менің де жаңағы Бекзатты енді білуім былай, бірақ сіздің сөзіңіз арқылы Басқаша. Басқаша көрініс Бекзаттың. Жалпы сіздің қол астыңызда жаттығу үшін қандай шарттар бар? Ондай қатты бір шарттар жоқ. Бізде Triumph клуб уже неше жыл болды, мен осы Triumph клубымен жұмыс жасап жатырмын. Серік халық төбеш, жаңағы өзіміздің ол кісінің бір шетінен менімен құрдас қой. Бірақ осы кісінің көмегімен жаңағы ашылды ма? Осы көмегімен, осы кісінің әкесінің көмегімен жаңағы залымыз ашылып, бірден жаңағы өзім айлыққа отырдым, және өзіммен қасыма жаңағы 5-6 бала оқушымды айлыққа отырдым. Уже 6 жылдан астам уже уақыт болды ғой. Сол әлі келе жатыр. Әлі күнге дейін жаңағы бізге көмегін көрсетіп жатыр. Енді ең бірінші Triumph жаңағы бізге мысалы қандай да бір байестер келіп жатса, біздің клубтың атынан шығады. Бірінші нәрсе. Егер бұл клубтың атынан шықпаймын, өзі нем болады десе, онда залдың жаңағы оплатасын төлеп қатыса берсе болады. Осы екі мәселе бізде. Бірақ кез келген адам келе алады негізі. Кез келген адам келе алады. Бірақ енді мен кез келген адам келеді екен деп жаңағы өзімнің проф байестеріме жаңағы тренировочный процесстерге қоспаймын. Ол жерге қосатын байестер бар, қоспайтын байестер бар. Және осы бір жылдың шамасында жаңағы тағы да жаңағы бізге қол ұшын беріп жатқан тоже ағамыз бар. Ол енді бәріне емес, осы Бекзат бар, Азат Мақсұм бар, және Абай Жалал. Сол кісіге жаңағы өте осы кейінгі жаңағы сборға барып келгенде өте үлкен ақшалар ғой жерде. Америкаға барып 1 ай 2 ай тұру қаншалықты қаражат кетеді. Иә. Соның бәріне жаңағы атын айта кетсек, Кеңес Ақышев ағамыз қол ұшын беріп жатыр қазіргі уақытта. Бірақ қандай да болғанда да біз Triumph біз ешқандай не етамаймыз. Ең басында біз жоқ кезден бастап біздің аяғымызға тұруына себепкер болған ағамыздың бірі осы Серік деген ағамыз. Сондықтан да қандай да болғанда Triumph командасы. Triumph командасы демекші, қазір жатқалы жатқан жігіттердің арасында UFC-ге бір қадам жақын тұрған есімдер бар ма? Иә, мен аузымен айта кететін болсам, Абай Жалал мысалға. Қазіргі уақытта мысалға, тура қазір мысалға кіріп кететін болса, дайын, бірақ енді ол болашақтан көреді, өзінің уақыты бар шығар. Абай Жалалды айта аламын. Нағыз файтердің ең басты қасиеттері қандай деп ойлайсыз? Мінез, тәртіп, талант. Талант та бар, бәрі жаңағы бірге жүреді ғой. Біз нәрсені мысалға мықты спортшы болу үшін жаңағы бір ғана жаңағы талантпен болмаса жаңағындай бір ғана жаңағы еңбекқорлықпен жаңағы жету қиын ғой жаңағы. Әр адамның өзінің минусы бар мысалға. Бір адамда болады талант болады, бірақ еңбекқорлық жоқ. Бір адамда еңбекқорлық бар, талабы жоқ мысалға. Әр қалай. Оның бәрін жаңағы жан-жақтан алып келу керек қой. Алып келу керек. Дұрыс айтасыз. Ал қазіргі сіздің жаныңызда жүрген оқушылардың арасында мына баладан чемпион шығады деген есім бар ма? Тура қазір ма? Жоқ, мейлі қазір болсын. Өзімнің залымда дейсіз бе? Иә. Жоқ, жалпы Қазақстанда дейсіз? Жоқ, сіздің залыңызда. Менің залымда бар ғой, жас балалардан 1-2 бала бар, өзім көздеп жүрген, енді қаншалықты енді ары қарай алып кететінін көреміз. Өздеріне байланысты бір жағынан. Иә, өздеріне де байланысты. Тура бағанағындай ғой, жаңағы жағдайлар жоқ, бәрі бермей жұмысқа кетіп қалды мүмкін. Сондай нәрселер. Ал Қазақстанда жалпы жаңа сіз айтып қалдыңыз, пайдалану алайын. Қазақстанда клуб мысалға қазір аты шығып жатқан атышулы клубтар бар ғой мысалға. Қазір Еркін күш бар мысалға Ақтөбеде. Дарким клубы бар мысалға қазір өсіп жатқан. Сақ Протим осы жақында мысалға көзге түсіп мысалға шығып жатыр. Олардың да мысалға прямо жаңағы көп жарыстарына бара бермеймін, бірақ былай жаңағы естіп, жаңағы жекпе-жектерін былай қарап жүрген балалар бар негізінде. Мысалы ең соңғы Сақтагонда мысалға Сақ Протимде шыққан жас бала өте ұнады мысалға маған.
жаңадан шығып жүрген жас бала, аты Елзат деген бала. Мхм. Кімнің Жұмандардың бір залында сақтасы мысалы. Мхм. Жекпе-жек өте ұнады. Содан кейін 77-те шыққан 77-те мысалы орыс бала шықты ғой, осы ненің Петропавлдың баласы ма, аты тоже любительскийде көп өнер көрсеткен бала. Тоже мысалға болашағы бар. Одан да басқа балалар көп негізінде. Енді Бағдатты айтайын десем, Бағдат Жұбаныш енді ол салмағы жетпей қалған бала ғой, айтпаса. Иә, біраз лигаларда ондай салмақ жоқ қой. Иә, салмағы кішкентай. Негізінде мен осы қазіргі уақытқа дейін де айтамын, мысалы, өзімнің залымдағы Бекзат, Азат, басқа да мысалы мықты қазіргі өсіп жатқан балалардың бәрін айтамын мысалға. Сендер алысқа бармай қойыңдар деймін. Алысқа бармай қойыңдар. Қазақстандағы осы қазір Бағдаттың бойын алып, просто қарап анализировать етіңдер деймін да. Мысалы мен Бағдаттың бойын жекпе-жектен бері көріп келе жатқан адам ғой. Мхм. Жекпе-жекте отырам, сеткінің тура түбінде отырып Бағдаттың бойын қараймын ғой. Басқасын қарамасам да. Кейін пробқа кеткен кезде де мысалы бойлардың бәрін қарап шықтым. Ода Бағдаттың енді анау басы қатты істейді ғой. Прям бірінші раундта қалай төбелесе, екінші раундта келіп басқа жағынан келеді ғой. Үшінші раундта келіп басқа жағынан келеді. Бізде мысалы балалардан ол жағынан мысалы Қазақстанда мен қанша байыстарды білемін, өйтіп мен мынау тура соны жасайды деп айта алмаймын. Именно Бағдаттың сол жағынан көремін да. Именно сол жағынан мысалға бізде балалар алса, мысалы өз балаларыма мен соны айтамын. Именно сол восьмигордың ішінде тұрып тактика қойып үйреніңдер деп айтамын да. Енді тактиканы біз былай сыртынан қоямыз. Бірақ іште жаңағы восьмигордың ішіне қою басқа нәрсе ғой. Именно Бағдатта бар да бізде. Мысал ретінде келтіріп отырсыз ғой. Иә, мысал ретінде мен айта аламын. Қай шәкіртіңіз сіз үшін кәдімгідей бас ауыр болған? Бірақ десе де сіз оны мақтан тұтасыз. Оны біреуін ғана айту енді маған өте қиын болып тұр. Мен балалардың бәрін бірдей көремін, шын айтсам. Каждый баламен мысалға жеке-жеке сөйлесетін уақыттарым болады. Залға келгенде мысалға 2 сағаттық тренировочный процессте мысалға мен қатаң болуым мүмкін еді өзімнен, бірақ сырттан қарағанда енді балалар айтады, сіз тренировкада өте несіз қатаң боласыз дейді да. Сыртқа шыққанда басқаша боласыз деп енді айтады, бірақ өз басым мен білмеймін, ол жағын өте қатты өзіме біліне бермейді. Бірақ қандайда да болғанда мен балаларды бөліп жармаймын. Әрбір баланың өзінің мінезі несі бар, әр баланың подходы бар. Мысалға Бекзатпен өзінің сөйлесетін орны бар, Азатпен өзінше бір сөйлесетін нелері бар, ұрысатын жерлері болады. Ақырын мақтап қойып, жаңа алдап қоятын жерлері болады деген сияқты. Солай не іздеймін. Подход іздеймін негізінде. Сіздің өміріңізде бапкер ретінде ең ауыр шешім қандай болды? Сондай бар болса. Мен бұл жерде ауыр шешім дейтін бапкерлік ретінде ондай басымнан өтпейді, шын айтсам. Шүкір бір жағынан. Иә, ондай қатты бір басымды қатырып не істесем болады екен деген ондай нәрсе болған жоқ. Арасында енді болды ғой, кішкене нюанстар дейді ғой жаңағы. Ондай қатты бір ауырлық болған жоқ. Ондай басымнан өткен емес. Ал оқушылардың арасында сізбен жаттығып, кейін кет қалып, қайтадан қайтып келген оқушылар бар ма? Ондай болған жоқ, өмір болған емес. Именно осы менің залымнан жаңағы кетіп қалып қайтадан келген нәрсе болған жоқ. Бір келсе кетпейді. Енді бір келсе кетпейді. Екіншіден жаңағы келіп кетіп қалғанда жаңағы мен ойлаймын жаңағы қатып алып сен бізде жүріп кетіп қалып енді қайтадан неғып келдің деп оны унижать еткеннен қандай не пайда көремін мысалға. Ондай Құдай сақтасын, ондай болған жоқ. Енді қандай болғанда да сөйлесуге болады ғой. Неге десең спортсмендерді түсінуге болады. Енді мен мысалы өз басымда көп нәрсе бастан өткен ғой ондай нәрселер. Басқа да тренерлерден көп естимін негізі осы жайында. Біреу кетіп қалды деп айтады мысалға, жаңағы басқа тренерге ауысып кетті деп сондайлар көп естимін. Бірақ өз басымда ондай болған емес. Мен керісінше таңғалып отырмын соған. Өйткені қай спортта болмасын ондай нәрсе бар. Мен өзім жүгірумен айналысам. Бізде де ондай бар. Иә. Бірақ таңғалып отырмын кәдімгідей. Қанша жылдық бапкерлік неңіз бар, тәжірибеңіз бар. Өз басымда ондай болған жоқ, бірақ мен балаларға басқа залға баруына мен не қоймаймын. Шектеу қоймайсыз. Шектеу қоймаймын. Басқа залға мысалы Датимға барсын, Ақтөбеге барып, олардың балаларымен тренировка жасап келсін, мен ешқашан шектеу қоймаймын. Барыңдар деймін, міндетті барып келіңдер деп айтамын. Шүкір. Керек нәрсенің бәрін сұрап алдым. Иә, керек нәрсенің бәрін сұрап алдым. Көптен көп рахмет сізге. Оқушыларыңыздың бағы жансын. Иә, кімде кім болсын, UFC-ге болсын, басқа лигаға болсын өтіп жеткен, алдыға қойған мақсаттарына жетсін, белбеулерін алсын. Сізбен сөйлескеніме шынымды айтсам өте қуанып тұрмын.
Шынымен де қазақ қоймасында әйгілі адамсыз. Адам ретінде өте ашық, жылы кісісіз. Маған өте ұнады бүгінгі әңгімеңіз. Рахмет сізге. Жындың сандырақ деп, енді Сулан жынды деп айта алмаймын, ол да өте умный адам ғой жаңағы. Бекзат туралы айтқаны ма? Иә, поезд Бекзат алып келсін, енді әумин деп айтамыз, қалай болғанда да. Әмин, шынымен де. Рахмет сіздерге де, үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Болды ма сонда? Әмин. Осымен тәмам достар, келесі жүздескенше сау болыңыздар.